Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түріктердің ерекше дәмді тағамы маклюбе дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен етті осылай орташа көлемде кубиктап турап аламыз. Картоп, сәбіз, пиязды дөңгелекше етіп шұқалап турап аламыз барлығын. Қызып тұрған табамызға майды құйып, етімізді қуырамыз. 10-15 минут қуырғаннан соң, егер сіздің етіңіз тұздалмаған ет болса, тұз салып, су құйып, асын баяулатып, 20-30 минутқа етіміз піскенше асын баяу қойып тұрамыз. Етіміз піскенше күрішті дайындауға кірісейік. Сары майды ерітіп аламыз. Жуылған күрішімізді кастрюлькаға салып, 2-3 минут қуырып аламыз, су құймай. Асын орташа отқа қойып, осылай араластырып тұрамыз. 2-3 минут өткеннен кейін тұз, паприка салып, татымына қарай үстінен су құямыз да күрішімізді пісіріп аламыз. Дайын болған еттерімізді майдан алып, бөлек ыдысқа саламыз. Сол табамызға картоп, сәбізімізді, пиязымызды екі бетін қып-қызыл қызартып пісіріп шығамыз. Ал енді тағамымызды жинауға кірісейік. Ол үшін бізге осындай кастрюлька аузы кең болу қажет. Ең астына пиязды слой төсеп шығамыз. Үстінен етті саламыз. Одан кейін сәбізді біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Шетінен біркелкі етіп салуға тырысыңыздар, өйткені сонда әдемі болып көрінетін болады. Үстіне картопымызды саламыз дәл осылай. Картоптан соң қайнаған күрішіміздің жартысын алып орналастырамыз. Үстінен нығыздап басып шығамыз. Қалған сәбіз бен картопты саламыз. Үстінен қалған күрішімізді салып, басып тегістейміз. Пышақпен осылай тесіктер жасап, үстінен жарты стақан су құйып, баяу отқа 5 минут пісіріп аламыз. Дайын болған тамағымызды осылай төңкереміз. Бірден төңкеру қажет. Және 2 қасықтың көмегімен ұрғылаймыз. Астында жабысып қалғандары әдемі болып біркелкі етіп түсу үшін. Мінекей, біздің тағамыз осындай әп-әдемі болып шығады. Жанына салат, айранмен ұсынсаңыз болады. Кез келген салат қолдана бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіз. Отбасыңызды ерекше тағаммен қуантыңыз. Және де каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта неше түрлі тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын.